Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Ортақ тақырып қоршаған орта. Сабақтың тақырыбы өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі рөлі. Оқу мақсаты: зерттеу негізінде өз өңіріңдегі табиғи жағдайлардың жер бедері, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары, оң және кері тұстарын талдау. Бағалау критерийлері. Яғни, осы сабақта білім алушылардың адамдардың табиғатсыз тіршілік ете алмайтыны туралы біледі. Оқулықта берілген тапсырмаларды орындау барысында қиянат жасамау құндылығының маңыздылығын түсінеді. Жануарлардың тіршілігі туралы жалпы түсініктерін жеткізе білу арқылы тапсырмаларды дұрыс шешеді және практикада дұрыс пайдаланады. Оқушылар, алдымен сабағымызды бастамас бұрын сөз жұмбақ шешу және не артық ойын арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбының бір бөлігін білетін боламыз. Олай болса, сұрақтарға кезек берейік. Жыл мезгілдерінің бірі. Дұрыс айтасыз, күз мезгілі. Екінші сұрағымыз көру мүшесі. Дұрыс айтасыздар оқушылар, керемет. Көз. Үшінші сұрағымыз дала құсы. Жарайсыздар оқушылар, дұрыс айтасыздар, үкі. Төртінші сұрағымыз дала жануары. Қалай аталады оқушылар дала жануары? Тиін, дұрыс айтасыздар оқушылар, керемет. Тігін құрастыруға жататын қандай құралда білесіздер? Дұрыс айтасыздар оқушылар, жіп. Ұлттық бас киім қалай аталады? Немесе ұлттық бас киімдеріміздің бірі. Керемет, дұрыс айтасыздар, бөрік. Төрт түлік малдың бірі. Дұрыс айтасыздар, ешкі. Және соңғы сұрағымыз үй жиһаздарының бірі. Дұрыс айтасыздар оқушылар, сандық. Керемет. Яғни, бізді мына сөздерді шешу арқылы көк тікен деген өсімдік пайда болды. Яғни, көк тікен деген бұл гүл. Яғни, гүл, көк тікен гүлі өсімдікке жатады. Олай болса, келесі не артық ойын ойнайық. Не артық ойын арқылы мына жерде суреттер берілген біздерге. Суреттерде артық қайсысы артық затты көріп тұрмыз, сол артық затты алып тастаймыз оқушылар. Дұрыс айтасыздар оқушылар, бұл жерде артық зат доп. Дұрыс айтасыздар, келесі артық затымыз құс. Тағы қандай артық заттар бар оқушылар? Тауып көрейікші осы жерде. Дұрыс айтасыздар оқушылар, балапан және тышқан. Сонда бұл артық заттарды алып тастағанда қандай топтама шықты балдар? Қандай не құрастырды осы не артық ойыннан? Дұрыс, жануарлардың суреттері қалды. Яғни, сонда оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі рөлі. Ендеше оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын бейнероликке тамашалайық. Олар сан алуан түрлі ортада тіршілік етеді. Ғалымдардың есептеуі бойынша жер бетінде тек гүлді өсімдіктердің ғана 300 мыңға жуық түрі өседі. Кейінгі кездері мектеп, балабақша, салтанат сарайында, әсем ғимарат орындарында гүл өсіру мәселесіне аса мән берілетінін көріп жүрміз. Түрлері де көп. Оларды аялап күтсең, оның да саған деген пайдасы болмақ. Өсімдіктерді бірнеше мақсатпен өсіреді. Соның бірі бөлме өсімдіктері сәндік мақсатта өсірілуі. Тіршілік үшін өсімдіктің алатын маңызы зор. Олар өседі, қоректенеді, тыныс алады, көбейеді. Бабаларымыз төрт түлікке ерекше көңіл бөлген. Әрі ас-ауқаты, әрі киімі, әрі көлігі. Сүтіген, әрі жекжат жұрағатымен жасайтын алыс-берісінің көзі. Байлығы болғандықтан, қазақ үшін осы төрт түлік мал аса қымбатты дүние болғаны белгілі. Қайда болмасын, бірін-бірі танысын танымасын, кездесе қалған қазақ мал жан аман ба деп амандық саулық сұрасқан.
Қазақтар малды тек пайдаланып қана қоймай, олардың бабын тауып, бағып күтудің де жай-жапсары қасиетін, ерекшелігін жақсы білген, сынаған. 4 түлік малдың ішінде қай халықтың болса да құрмет тұтатындарының бірі жылқы малы. Ат ердің қанаты деп айтатын дана халқымыз жылқыны өте қастерлеген. Жылқы мінсең көлік, жесең деп. Қазір артта жал жаясыз бір қазақ жанұясын біз көре алмаймыз. Тарихи деректер бойынша адам баласы жылқыны біздің жыл санауымыздан 3-4 мың жыл бұрын қолға үйреткен. Негізгі отаны Шығыс Европаның далалары. Жарайды оқушылар. Біз бейнероликтен не көрдік, нені тамашаладық? Дұрыс айтасыздар. Өсімдіктер туралы және жануарлар туралы мағлұмат алдық, яғни біз өсімдіктердің пайдасы, жануарлардың пайдасы қандай, және өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі рөлі қандай қызмет атқарады, сол жөнінде тереңнен білетін боламыз. Яғни оқушылар, өсімдіктердің адам өміріндегі рөлі қандай, жануарлардың адам өміріндегі рөлі қандай, табиғаттан біз не аламыз? Бүгін біз сіздермен бірге өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі рөлін білетін боламыз. Яғни қойылған сұрақтарға тереңнен жауаптар алатын боламыз. Өсімдіктердің, жануарлардың адам өміріндегі рөлі қандай екенін білетін боласыздар. Біздің айналамызда табиғат қоршап тұр. Өсімдіктер адам өмірінде үлкен маңызды рөл атқарады. Олар бізге оттегін береді. Ыстықта адамға сая болады. Мақта өсімдігінен жіп жасалады. Одан біздер киім тігіп киеміз. Жеміс көкөністермен қоректенеміз. Жануарлардың етін, сүтін, майын, терісін пайдаланамыз. Оларды көлік ретінде мінеміз. Олар бізге көп пайда келтіреді. Яғни сіздер оқушылар өсімдіктер мен жануарлардың қандай пайдасы бар екен және қандай өнім беретінін білдіңіздер. Ертедегі адамдар табиғаттан берген дайын сыйын ғана пайдаланып өмір сүрді. Олар жеміс-жидек теріп және аң аулады. Ежелгі адамдар тақырыбын еске түсіріңдер оқушылар. Олар немен айналысты? Сол жөнінде сіздерге сұрақ қойып отырмын. Яғни ежелгі адамдар тақырыбын өткен кезде жануарлардың өсімдіктерді қорек қылғанын біз білген болатынбыз. Яғни ежелгі адамдар тақырыбын еске түсіріп, олардың өсімдіктер мен жануарларды азық қылғанын туралы сіздер мағлұмат алған болатынсыздар. Енді оқушылар, мына жерде оқулыққа назар аударайық. Оқулықта сызбаны қараңыздар. Табиғаттан біз не аламыз деген тапсырма беріп тұр. Бұл жерде жұптық тапсырма, яғни жұптасып орындаймыз. Мысалы, жылқының етін жейміз. Әрі қарай сіздер не көріп тұрсыздар, сол жөнінде әңгімелейтін боласыздар. Тамаша, үздік жұмыс. Оқушылар, керемет, барлықтарыңызда табиғаттан біз не аламыз? Суретте көріп отырғандай, әр суретке толық нақты жауап бердіңіздер. Адамдардың табиғаттан не алатыны туралы ойланып, ой бөлістіңіздер. Адамдарға қажетті азық түлікті біз өсімдіктер мен жануарлардан аламыз оқушылар. Адамның күнделікті тұрмысына әртүрлі дүниелер керек болады. Оларды жасауға қажетті материалдарды табиғаттан алынды. Адамдар өз ағзасына пайдасы бар өсімдіктерді қолдана бастады. Демек, адамның табиғатсыз өмір сүруі мүмкін емес. Олай болса оқушылар, мен сіздерге үй тапсырмасын бергелі отырмын. Оқулықтағы өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі рөлін мәтінін түсініп оқимыз. Табиғат адамды қоректендіреді, емдейді және киіндіреді деген сөйлемді қалай түсінесің? Ой бөліс. Адам табиғатты не үшін сақтап қорғауы керек? Ойлан. Балалар, білім алушылар, бүгінгі сабақтың соңында сіздердің назарларыңызға кері байланыс ретінде мадақтау сэндвичін алып келдім. Оқушылар,
Бүгінгі сабақты түсіндіңіздер ме? Бүгінгі сабақта сіздер өз мақсаттарыңызға жеттіңіздер ме? Осы сабақта сіздерге қандай тапсырма қиын болды және қандай тапсырма оңай болды? Яғни оқушылар, осы мадақтау сэндвичі арқылы егер бірінші бөлік бойынша позитивті комментарий, сіздерге не ұнады, сол жөнінде айта кетсеңіздер, екінші бөлікте сындарлы сын, не нәрсені жақсарту керек. Яғни оқушылар, әлі де біздің жетпейтін тұсымыз болса, осы жерді айта кетсеңіздер. Яғни үшінші бөлік келешекке арналған комментарий. Маған ұнады, бірақ келесі де осындай жерлерді жақсарту керек сияқты, немесе толықтыру керек сияқты деген сөздерді байланыстырып, өздеріңіздің пікірлеріңізді айта кетіңіздер. Рахмет. Асығыс сөйлеп кеттім негізі.